Күн шерефлеріңіз хайырлы олсын. Бүгін мартының 14-ді векірі межғалінің 1111 күні. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шындыки эфирімізде бөйле хаберлер. Камачав тарафдарлары наразылық акциялары ақында илян еткенлер. Біз işgalчилернен тежерет етмей, оларны электроэнергиянен темен етмей. Четел номерларынан олған араба сайыплері юғары шураугенде нумайыш кечірділер. Бізде Украинада четел адамларға низбеттен дискриминация кечірілер. Не үшін Москва Евровидение 2017 ярышына тамам бу ерджіні теклиф еткен. Русияның бөлі темсілжісіне қаршы көпеклеріні ебермеге қиын олacak. Пускай всех собак. Ижғал етілген Қырым меморий сынырында тұтылған ұқық құрайжылар азат етілді. Ольга Скрипник, Владимир Чекрыгин вейінсан ақлары бойынша Украина юқары шурасының темсілжісі Украина тарафындаки кечіш ноқталарында мониторинг кечірейділер. Оларны буфер зонасында тұтып, Эрмени базар шеріне протокол тізмек үшін алып кеткенлер. Сорғылар кечірілген сон бір қач саат ішінде оларға 5000 рублелік жаза белгілегенлер. Қырымда Русия ФСБ сыныр идаресінің матбуат қызметі білдіргеніне көре Украин ұқық құрайжылары кечіш ноқтасында фото чекмесі себебінден тұтқан екенлер. ОБСЕ бұл вазиетіні незарет етіп, оси забатында белгілей жектор Ольга Скрипникнің қайдеткеніне көре Русия гүмрікчілері ұқық құрайжыларының кележегіне азырлағанлар ғалиба. Санкидерсін битараф зонасының анги қысмы işgalчилерге айет олғаны белі дегіледі. Бұл ақта Скрипник громадский радио интервьюсында икей етті. Нема буферної зони, у тому проблема, що російські, українські... Буфер зонасы yok. Украина ve Русия арбийлері бір-біріне якын туралар. Олар арасында атта 2 метр месафе білі yok. Ve Русийлер байрақны түшіргенлері үшін олар бұны таныдылар. Яғни олар бізім келгенімізге бір даққа қалғанда байрақны түшіргенлер. Демек Русия өз топрақ оларақ беллеген территорияны бергіленмеді. Бізні яқаланған сон олар кені байрақны астылар. Того, як нас затримали, через годину вони знов повісили російський прапор. Киевде Авропа номералар арабасының ресмийлештірмесіні талап етелер. Автофальчилер бұл вазиетке юзге яқын арабаны юқары шура өгіндікі Грушевского соқағына парк еткенлер. Гүмрік кодексі денешмесіз қалажақ олса, олар соқақның қапатылмасыны талап етелер. Акция мүддетсіз оларақ илян етілді. Авропада қайдетілген араба сайыплеріні ешітмек үшін халық депутатларына бір апталық мүддет берілі. Саат 6-да юқары шура өгінде Авропа номералы арабалар топлаша. Здорово. Да. Туда подъезжайте, там портуки сожгут. Фальчилер өз арабаларыны Грушевского соқағы бойлап парк етелер. Оларының о ерде олғанларыны халық депутатларына анжақ бұл шекелде аңлатмақ мүмкін. У нас сейчас ограниченное движение. Шынды бізде сынырлы әрекет. Демек юқары шурасы янында арабаларыны қалдырмаға алышқан депутатлар машиналарыны парковкада қалдырып оламазлар. Ve олар өз ақларыны қорчаламаға азыр олған бұйық жематшылық олғанына анларлар. Команда настроена решительно отстоять свои права. Вот такой вот у меня автомобиль. Любимая ласточка. Харьков сакины Роман Старченко арабасыны Литваниядан бір ел әвелсі кетірген. Автомобиль, в частности, в Литве стоит порядка... Литванияда бу арабанын фияты 2000 евро, героны Украинаға весиқаларнен кетірселер да бин тахминен 4000. Украинада бу параға мен эскірген ланысыны сатын алырым. Бу арабаны сынырдан кечірген сон гүміріклесем фияты бір қач қат артар. Романның фікіріне көре бу адалетлі дегілдір. Это просто абсурд. Мына бойле бізді қалабалық. Біз бүгін дүнияның фуқаре девлетлер сырасындамыз. Гүмрік есе дүнияда ән пағалыдыр. Шымды Украинада ғайры ресми сайылған арабаларының сайысы 100 бинден зиядедір. Сесетчілер не ясақ етмесіні, не де қанун көрсетмеге ашықалар. Кешкен сенесі март айындан башлап, гүмрік весиқаларыны алмаған арабаларыны құланылған қанун лейхасы қайдетілді. Она көре 5 күн еріне бір сене давамында юрмеге мүмкін. Фальчилер бұны халық депутатларына хатырлатмақ үшін келгенлер.
А зараз ми своїми діями, які кожні 5 днів потрібно... Шымды өз күчімізден R5-10 күн девлеттен чықмаға керек олғанда біз гүмрükте бұйық невбетлеріні ве қабаржылық схемаларыны тіземіз. Оғланлардан бұйық пара жызаларыны төлемеге талап етелер. 1-2 саатқа кеч қалсақ, 100-ден 1,5 гривнаға қадар жазалайлар. на сьогоднішній день. Фальжилерінің биян еткенлеріне көре 100-ге яқын араба Грушевского соқағы бойы талаплары еріне кетірілгеніне же тұрajақ екен. Автаның сонына қадар қанун қабыл етілмесе, олар соқақны қапатажақларына ишандыралар. Роман Спиридонов, Асан Эминов, Заман, АТР. Полиция хадимлері Донбаста яқаланған тижарет қамачавның иштиракчыларыны азат етті. Кривой Торец демирьол станциясында полиция хадимлері қамачав тақымны тертепке қойды. Украина Қавсызлық шурасы білдіргеніне көре, контрдиверсион операциясы девамында экспертизаларға 8 силя йоланылды. Январь 25 күні ато ветеранларының тешібюсы или ижғал етілген Донбаста қамачав башланған еді. Бұл әрекетте айры халық депутатлары иштирак ете. Украина акимиеті қамачавға қол tutmay, себебі Украинаның ысытув электромеркезлеріне көмір керек. Көмір ise ижғал етілген территорияларда әлде етілі. СБУ спільно з поліцією запропонували... Украина хав шурасы полицияның берабер Камачав иштиракчыларыне силя бермеге теклиф етті. Олар ise редеттілер ве операция кечірілді. Олар арасында гранаталарда тұтып алынды. 43 Камачав иштиракчысы яқаланды. Олар сорғудан кешіріліп полиция бөлігінден азат етілділер. Мана хабер еткенлеріне көре операция девамында кімсе зарарланмады. Відпущені із відділків поліції. Крім учасників блокади, як так Блокада иштиракчыларынден гайры 43 кіші яқаланды. Та 40-тан зияды инсан тешкірілді. Олар да яқаланған еділер. Яғни умумен Троицкте 80-ден зияды инсан яқаланған еді. 80 осіб сьогодні в Торецьку було затримано, скажімо так, відпрацьовано. Ақшам мұстақылық мейданында блокада тарафдарларының митингі кечті. Наразыжылар ижғал етілген территорияларнен тижаретні тоқтатмаға талап еттілер. Инсанлар Банковскайдаки Украина президентінің мемуриетіне келіп, Петр Порошенкоға мұражат еттілер. Наразыжылар акцияларны девам етмеге ишандыралар. І хай блокада існує. Блокада олсын чеп шурасыны бірде-бір қанунларыны қабыл етмеге зорлатыңыз. Біз ижғалжилернен тижерет етмейік, оларны электроэнергиянен темін етмейік. Оларға сув бермейік, олардан бірде-бір көмір алмайық. Оларға түтін ашайт мақсулатларыны бір шейіні ташымайық. Не үшін Москва Евровидение 2017 ярышына сақатны йолламаға қарар алды. Русия пайтақтының сакенлері, вешер, мусафирлері Радио Свобода мұхберлерінің суаліне жевап берділер. Киевді Евровидение ярышында Москваны ержі Юлия Самойлова темсил етежек. Оның конкурста иштирағы да таздықланмады, чүнки Самойлова 2 ел әвелсі ижғал етілген керіт шерінде чықыш япқан еді. Все-таки она инвалид, то есть... Не де олса сақаттыр, она ажып ой үшін рей берерлер деп түшінелер. Жалостно давит, потому что из нее, проголосуют. Очевидно, что... Русия темсилжісі саяси басқа алтына олажақ. Находиться под политическим давлением. Наши так поступили, чтобы им стыдно было. Бізімкелер есе оларға айып олсын деп бойле қарар алдылар. Против... Русияның бойле темсилжісіне көпеклеріні ебермеге қиын олажақ. Пускай всех собак. Там настрой очень негативный. Анда пек негатив азырлық ве егер анда сақат қызының жанына ағыртсалар, бұл оларға қаршы чалшайжақтыр. На стороне очень сильно будет. Будет камень выхода. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Заман эфирлерімізні қачырмыңыз, ве әлбетте АТР елі олыңыз. Көрішкенже.